Сәлем достар, бүгін бізде түрлі түсті каналы. Бүгін бізде шаурма, тандыр наннан жасайтын боламыз. Үй жағдайында үйде бар заттармен шаурма жасайтын боламыз. Достар, бізде уже анашым осындай картошка фриді істеуге кірісіп кетті. Достар, біз осындай 3 тандыр нан арқылы шаурма жасаймыз. Достар, енді біз осындай нандарды екіге бөле беретін боламыз. Dostlar, mineke anasını bizge osындай bir gösterip жатыр. Dostlar, biz qiyarlar мен помидорларды жуып алдық. Енді турауды басып кеттік. Ой, тұру қабын аша алайын қияпын. Достар, ке. Мен колбасаны қойайын ба? Конечно. Біз шаурмаға осындай колбаса мен сосиска қосайын деп жатырмыз. Бұл колбаса мен сосисканы біздің әкешім әкеліп береді. Бұны қай жақтан алады десеңіздер, өзінің досынан халал колбаса алады. Dostlar, men osындай сосисканың қабығын ашып жатырмын. Dostlar, қараңыздар, мен сосискаларды ашып болдым. Қараңыздар, енді мен осыны кішкентай бөліктерге бөлетін боламын. Міне достар, біз шаурманың қоспаларын дайындап алдық. Енді шаурманың ішіне осы қоспалардың бәрін қосатын боламыз. Dostlar, бірінші біз нанның ішіне осындай майонез қосып қоямыз. Енді біз кетчуп қосатын боламыз. Достар, мінеки, енді біз оның ішіне бірінші сыр саламыз. Енді біз бұлардың ішіне осындай сосискалар қосатын боламыз. Біз қазір дайындап жатқан шаурмамыз бұл менің сіңілімдікі. Әдейі кішірек нанға жасап жатырмыз. Осындай помидор қосамыз, одан кейін ішіне 2 штук. Одан кейін қияр қосамыз. Ең соңында осындай картошкадан жасалған нан қосатын боламыз. Енді ең сіңілімдікі қосатын боламыз. Осы айналасына бірден жағамыз. Одан кейін кетчуп жағамыз. Одан кейін сыр осындай помидор. Одан кейін осылай жүгері секілді. Одан кейін сосиска бар арасында. Және қияр. Dostlar, mineke biz осылай пештің ішіне салып қойдық. Dostlar, қараңыздар, біз осындай шаурма шықты. Осындай шаурманы жасадық. Достар, мінеки біздің шаурмамыз осындай. Енді кішкене күйіп кетті. Біздің анамыз намаз оқып жатқан кезде біз дұрыс қарамай қалдық. Енді жеп көретін боламыз. Көрсе камера бар. Dostlar, sizler de осындай үй жағдайларыңызда істесеңіздер болады. Істеуге кеңес береміз. Осындай іші тола бар. Пока, достар.